Селчук анасына жалдаған пәтерге Нілмен бірге қонаққа келеді. Анасы оларды қуана қарсы алып, дастархан жайып дәмді ас дайындап қойған екен. Ал Халюк ғаламторға шыққан Валкан мен Әсияның қарым-қатынасына ашуланып, Гюнюлге қарап, қызымды ол жексұрыннан алып кетем дейді. Гюнюл Халюкке бұлай жасауына жол бермейді. Кешке жақын Валкан үйіне келсе, Дерин дастархан жайып оны күтіп отыр екен. Валкан оған ашуланып, сен өзіңді де, мені де масқара қылдың деп айқайлайды. Дерин болса, некеміз бұзылған сәтте, сен бәрінен бір сәтте айырыласың. Барлық дүние мүлкің, анамның саған дайындап берген жалған мансабың жоқ болады. Сен бұл шайқастан әлдеқайда жеңілгенсің, қызың Зейнепті де көрмейсің дейді. Валкан Деринді қылғындырып, сені өлтірем деп ашуланады. Дерин оған, мені өлтірсең түрмеге түсесің. Әсиямен қосылмайсың дейді. Валкан оған ашуланып, мені балдарымнан айыра алмайсың деп үйден шығып кетеді. Сосын Валкан Әсияның үйіне келіп одан кешірім сұрайды. Сосын ұлымен оңаша сөйлесіп, одан кешірім сұрайды. Бұл уақытта Бахардың үйіне Мелих келіп, Гюнюлдің атынан кешірім сұрайды. Бахар Мелихті үйіне кіргізіп кофе ұсынады. Екеуі әңгімелесіп отырғанда кенет есік қағылады. Есікті ашса Валкан екен. Бахар Валканға үйде қонағым бар деп түсіндіреді. Алайда Валкан сабырсызданып Бахарға, ішімдегіні саған айтпасам мына халде мен Деринді өлтіріп қоямын деп ашуланады. Бұл сөзді естіп қалған Мелих Валканның қасына барып, сен не дедің? Дерин менің жиенім дейді. Мелихті көрген Валкан сасқалақтап, мен жай айттым дейді. Мелих Валканға сөздеріңді ойланып айт деп өз жөнмен кетеді. Аурухана басшысы директорлар кеңесіне Әсияны қоспайды. Әсияның орнына Дәрияны кеңеске шақырады. Ол басшылықтың шақырғанына таңғалып, аурухана басшысынан Әсияның неге жиналыста жоқ екенін сұрайды. Аурухана басшысы оған, Әсияны ауруханадан алыстату керек деп айтады. Әсия жұмысқа келгенде алдынан Дәрия шығады. Ол Әсияға директорлар кеңесі болғанын, және Әсияның орнына оны бас дәрігердің қызметіне тағайындағанын айтады. Әсия оған хабардар екенін айтып, солай шешілгені дұрыс болды деп жұмыстан босатылады. Валкан Әсияны іздеп ауруханаға келеді. Оның алдынан Дәрия кездесіп Валканға, ғаламторға шыққан жаңалықты көрген басшылық Әсияны жұмыстан босатқанын жеткізеді. Валкан дереу Әсияның үйіне келіп кешірім сұрап, оны сүйетінін айтып Әсияны құшақтап алады. Әсия оған ашуланып, бәрін өзің бастадың, енді бәрі кеш, біз бірге бола алмаймыз дейді. Сол кезде Валканға Дерин қоңырау шалып көмекке шақырады. Телефонның ар жағынан Деринге біреу шабуыл жасағанын естіген Валкан дереу полиция бөлімшесіне хабарласып, болған жағдайды айтады. Сосын Валканның көлігі болмағандықтан Әсия амалсыз Валканды өзінің көлігімен оның үйіне жеткізеді. Үйге кірген олар үйдің астан кестеңі шыққанын көреді. Бірақ Дерин мен қызы үйде жоқ екен. Сол уақытта полиция қызметкерлері де Валканның үйіне кіріп келеді. Полиция қызметкерлер оқиға болған жерді тінтіп, Әсия мен Валканнан жауап алады. Валкан Гюнюлге хабарласып, қызы Зейнептің сол үйде екенін біледі. Бірақ Валкан енесіне Дериннің үйде жоқ екенін, біреу оған шабуыл жасағанын жеткізеді. Бұл хабарды естіген Гюнюл есінен танып қалады. Валканды тергеуші шақырып одан сұрақ жауап алады. Сосын олар Дериннің ата-анасынан тергеу алады. Халюк өзінің некесіз ұлы Селчуктен күдіктенетінін айтады. Ал Гюнюл полиция қызметкеріне Әсиядан күдіктенетінін және ғаламторға шыққан бейне жазба үшін қызы мен күйеу баласының ұрысқанын айтады. Полиция қызметкері Дериннің ұялы телефонын үйден тауып алып, комиссарға береді. Ол Валканға Дериннің ұялы телефонына келген хабарламаны көрсетеді. Ол хабарламада Валкан Деринге сені өлтіремін деп жазған екен. Валкан комиссарға бұндай хабарламаны мен жіберген жоқпын деп аң-таң болады. Полиция қызметкері Валканнан да Әсиядан да күдіктене бастайды. Комиссар Валканға Деринмен қарым-қатынасында қиындықтар болды ма деп сұрай бастады. Валкан Деринге ажырасу туралы сөз қозғағанын мойындайды. Дериннің із-түссіз жоқ болып кеткенін ешкім түсіне алмайды. Дерин әлі табылмады. Комиссар Валканды бөлімшеге шақырып тергеуді жалғастырады. Бірақ Валкан Мелих пен комиссарға Дериннің қайда екенін және әйелін білмейтінін айтып сендіруге тырысады. Оның үстіне Әсияны айыптап жатқанына қатты қынжылады. Өйткені ол ең мейірімді адам және ол ешкімге зиян тигізе алмайды дейді.
Дериннің із-түссіз жоғалып кеткен туралы суреті қала ішіне ілінеді және жаңалықтарға шығады. Халюк Тикердах тұрғындарын жинап кімде-кім қызымды тапқан болса, сол адамға 1 миллион лира сый ақымды беремін деп жариялайды. Әсияның үйіне біреу белгісіз қорап тастап кетеді. Қораптың ішінен енесінің жүзігі мен хат шығады. Хатта бәрі енді басталды деп жазылған екен. Сол уақытта есік қоңырауы соғылады. Есікті ашса полиция қызметкері екен. Ол Әсияға тергеу жүргізетінін айтып бөлімшеге алып кетеді. Тергеуші Дериннің жоғалуына байланысты Әсия мен Селчуктан жеке тергеу жүргізеді. Сонымен қатар Деринді танитындарды да тергеуге алады. Тергеуші Валканды тағы да тергеуге алады. Ол Валканға әзірге қарсы ешқандай дәлел жоқ. Бірақ күдік пайда болса, сенімен мүлдем басқаша сөйлесеміз деп ескертеді. Екеуі бөлімшеден шыққанда Әсия Валканға бұл жерде біреу бізбен ойын ойнап жүр деп айтады. Сосын екеуі үйге келіп, ұлын тыныштандыруға тырысады. Тек Әли анасының түрмеге түсуі мүмкін деп алаңдайды. Өйткені анасы жаңалықтарда айтылып отыр. Халюкке Мелих телефон соғып, өзен жағасынан белгісіз қыздың мәйіті табылғанын хабарлайды. Валкан сол жаққа Дериннің әке-шешесімен барып, қатты қорқады. Ол көрген нәрсеге таң қалды, бірақ бұл Дерин емес еді. Валкан бұл бақытсыз әйел шынымен оның әйелі болып шықса, не істер еді, өзін қалай ұстар еді деп ойлана бастайды. Біреу олармен айлакер ойын ойнап жатқаны анық, бірақ оның кімге керек екені белгісіз. Гюнул қызының із-түссіз жоқ болғанына қатты қайғырады. Халюк әйелін жұбатады. Полиция қызметкерлері көше камераларын тексеруді және Әсияның көршілерінен сұрақ жауап алады. Кешкілік Әсияның үйіне әріптесі Пелин келеді. Ол Әсияға белгісіз біреудің сәлемдеме жіберген қалтаны береді. Пелин кеткен соң Әсия қалтаның ішінен флешканы байқайды. Флешканы компьютерге қосса, бейне жазбада оның үйіне кімнің келгенін және кеткенін түсірген екен. Әсия дереу Валканға хабарласып болған жағдайда айтып бөлімшеге бара жатқанын айтады. Валкан да бөлімшеге жол тартады. Әсия бөлімшеге келіп тергеушіге белгісіз флешканы тапсырады.